Қайырлы күн достар. Бүгін Алматы қаласы Атакент көрме орталығында 16-шы Орта Азиялық халықаралық ауыл шаруашылығы Агроволд Қазақстан 2022 көрмесі өтіп жатыр. Бұл көрменің негізгі мақсаты ауыл шаруашылығы саласындағы соңғы технологиялармен танысуға және тәжірибе алмасуға арналған үлкен іскерлік шара. Бұл Агроволд Қазақстан негізі 2006 жылдан бастап өзі басталған. 2006 жылдан бері жыл сайын жылына бір рет өтіп отырады. Әртүрлі 21 елден 150-ге жуық компания келіп қатысып жатыр. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Менің есімім Нусупжан болады. Компания Navistar Азия компаниясының сату менеджері боламын. Осы Алматы облысы, Жамбыл облысы және Түркістан облысы бойынша Қызылорда облысы. Біздің компания бірінші направлениясы бұл Казагролаб, өзіміздің собственный лабораториямыз бар Көкшетау қаласында. Біз мынау топырақтың анализін жасай аламыз, жаңа судың анализін, тағы кормовой качество корма дейді, соның бәрін жасап бере аламыз сіздерге. Бізде сертификация 28 элемент бойынша сіздерге тексеріп топырақтың анализін шығарып бере аламыз. То есть мына препараттың біріншіден жұмысы қалай істейді? Оның өзінің реттелетін өзінің программасы бар. Механический очисткадан кейін, мысалы, птичникті или қораны тазалағаннан кейін, ана несін бәрін шығарып, сосын побелкасын, көбі побелка жасайды ғой, жазда мал шығарғаннан кейін. Соның побелканы жасардың алдында бұмен кәдімгідей пенообразующий немен керхермен араластырып, концентрациясы өзінің бар, 1 литр, мысалы, 100 литр суға арналған. Соны қосып, сосын сол керхермен жуып, сол баздың ішін жуып, содан кейін побелкасын жасауға болады. Өйткені бұл дезинфектант. Бұл ана қалған микробтардың бәрін, соған қарсы істелінген зат. Бұны көбінесе промышленный производствоға қолданады ғой, үлкен птицефермаларға. Бұның көп ауруларға алдын ала дейсіз ғой. Енді ветеринария бойынша бәріне десек те болады. Бұлардың, мысалы, сурет незінен көзінен көрініп тұр, мысалы, қойға, сосын шошқаға, сиырға арналған. Бұл антибиотиктар. Азолицин, азитромицин. Қандай нелерге қолданады көбінесе антибиотиктерді? Эшерихия коли, колибактериозға арналған. В этом году, как нельзя, обширная деловая программа выставки. Традиционно все события деловой программы объединены под единым брендом Агрифуд форума. И в этом году этот форум объединил как сельхознаправление, так и направление по продвижению продуктов питания и напитков на рынке, маркетинговые возможности и каналы. Отдельной сессией прошли наши семинары по теме орошения, по теме тепличного хозяйства и проблемам, связанным с птицеводством. Что касается специальных мероприятий, также был в рамках выставочной площадки был подписан меморандум о сотрудничестве между Союзом теплиц Казахстана и Ассоциацией кооперативов. Площадка продолжает свою работу, и сегодня, в дни выставки, проходят специальные прямые переговоры между поставщиками продуктов питания и напитков и сетями ритейла. Уже совсем скоро мы, благодаря выставочной экспозиции, будем видеть на полках наших магазинов новые продукты, новинки от поставщиков со всего мира.